Халқымыз бекер айтпаған. Ас атасы нан. Кішкентайынан ақ баланың санасына нанды баспа, жерге тастама, бір қолмен үзбе деп үйреткен. Нанның үстіне зат қойма деген, нанды төңкерме деген, нанды аяқ асты етпе деген, өйткені оның артында үлкен мән бар. Адам кез келген тағамнан жалығады, ең дәмді аста бір күні жалықтырады. Бірақ нан ешқашан жалықтырмайды. Себебі ол тіршіліктің өзегі. Аштық келген кезде адам өзгереді. Ол кезде таңдау болмайды. Ешкім ет сұрамайды. Ешкім тәтті іздемейді. Сол сәтте тек бір ғана нәрсе керек болады. Ол бір үзім нан. Сол кішкентай ғана үзім бір адамның өмірін сақтап қалады. Аңызда айтылғандай, бидай жай өсімдік емес. Ол жұмақтан келген ырыс, адамзатқа берілген ең үлкен сый. Қазақ ешқашан нанды қорламаған. Тіпті бір түйір дәнді де жерден көтерген. Оны жарықтық деп атаған. Өйткені ол ырыстың белгісі. Ал бүгін біз өзгеріп барамыз. Қадірін сезінбей барамыз. Нан көзге көрінбейтіндей болды. Оның мәнін ұмытып барамыз. Бір кезде халқымыз қиын кезеңді бастан өткерді. Аштықты да көрді, жоқшылықты да көрді. Сол кезде нанның шын бағасы білінді. Нан жай тағам емес. Нан өмір, нан ырыс, нанды қорлаған, өз тағдырын қорлаған.